Ұлпан романындағы психологизм. Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан романы қазақ әдебиетінің көрнекті шығармаларының бірі. Бұл шығармада автор кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін терең психологиялық талдау арқылы ашады. Әсіресе басты кейіпкер Ұлпан бейнесі ерекше психологизммен сипатталады. Психологизм дегеніміз не? Психологизм әдебиеттегі көркемдік әдіс. Ол кейіпкердің ішкі жан дүниесін, сезімдерін, ойларын, эмоцияларын көрсету арқылы оның мінезін, тағдырын тереңірек ашуға көмектеседі. Ғабит Мүсіреповтің шеберлігі психологиялық анализ бен характер ашудағы нәзік тәсілдерімен ерекшеленеді. Ұлпан бейнесіндегі психологизм. Біріншіден, Ұлпанның ішкі ойлары мен арпалыстары. Ұлпан батыл, ақылды, әділ қазақ қызы. Ол өз замандағы әйелдердің тағдырына қарағанда ерекше тұлға. Оның психологиялық арпалыстары бірнеше жағдайларда байқалады. Балалық шағы әкесінің ерке қызы болып өсті, еркін ойлай алатын тұлға болып қалыптасты. Әйел ретінде тағдыры өз махаббаты мен қоғам талаптарының арасында таңдау жасау. Ана ретіндегі күйзелісі балалар үшін күрес пен аналық мейірімнің көрінісі. Екіншіден, Ұлпанның әйел ретіндегі қайшылықты сезімдері. Романда Ұлпан тек дана әйел ғана емес, сонымен қатар сезімтал жан ретінде бейнеленеді. Ол Есенейге тұрмысқа шығуға мәжбүр болды, бірақ уақыт өте келе оны түсініп құрметтеді. Әйел ретінде ол сүйіспеншілікті, құрметті аңсады, бірақ ол махаббатты толық сезіне алмады. Қоғамның ер адамдарға ғана билік бергенін түсінгенімен, өзі сол билікке қол жеткізді. Үшіншіден, қоғамдық көзқарас пен жеке тұлғаның күресі. Ұлпан қоғамның әділетсіздігіне қарсы тұра білген әйел. Оның психологиялық арпалыстары. Дәстүрге қарсы шығуы. Қазақ қоғамында әйел адамның билікке келуі қиын еді, бірақ ол тайпа билігін жүргізді. Күйеуі қайтыс болғаннан кейінгі өмірі ел басқару, жауапкершілігі оған ауыр тиді, бірақ ол төзімділік танытты. Көңіл күй өзгерістері бақыт пен қайғының арасында күрескен жан. Төртіншіден, кейіпкердің ішкі монологтары мен эмоциялары. Ғабит Мүсірепов Ұлпанның ішкі сезімдерін оның ойлары мен әрекеттері арқылы көрсетеді. Оның балалары туралы толғаныстары. Қоғамдағы әділетсіздікке көзқарасы. Ер адамдарға қарағанда әйелдердің құқығының шектеулі болуы. Есенейге деген күрделі сезімдері. Ұлпан өзіне сенімді, мықты тұлға, бірақ ол да өз заманының шектеулеріне қарсы шыға алмаған әйел. Қорытынды. Ұлпан романындағы психологизм арқылы автор әйел адамның күрделі болмысын, ішкі жан дүниесінің тереңдігін көрсетеді. Ұлпан тек тарихи тұлға ғана емес, сонымен қатар әйел тағдырының көрінісі. Бұл шығарма психологиялық тереңдігімен, күрделі кейіпкерімен, әлеуметтік мәселелерді көтерумен қазақ әдебиетінде ерекше орын алады.